Так, бұл видео сабақта мен сіздерге P2P арқылы ақша сатып алғаннан кейін қандай кошелекте ақшамызды ұстауымыз керек және де фьючерсқа настройканы қалай жасаймыз, соны көрсетіп өтетін боламын. Енді қараңыздар, кошелек дегенді басыңыздар. Басқаннан кейін бізде спотовый, пополнение, ерін, фьючерсы деген бар, иә. Жалпы осындай кошелектеріміз бар. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде спотовый, әр кошелектің өзінің атқаратын қызметі бар. То есть бізде пополнение деген ол бізде P2P-дан ақша, қандай да бір сырттан ақша сатып алған кезде міндетті түрде ең бірінші осы біздің пополнение кошелекқа келіп түседі. Немесе ақша шығатын болса да осы пополнение кошелекте болу керек. Яғни пополнение кошелегі ақша кіргенге немесе шыққанға арналған кошелек деп айтсақ болады. Сондай қойма десек те болады. Жалпы одан кейін спотовый деген бар. Бұл спотовыйда біз қандай да бір мысалға ақшаны монетаға ауыстыратын болсақ, яғни USDT-ны биткоинді BNB-ға деген сияқты. Бұл жақта яғни обмен, яғни ауыстыру үшін арналған және де сақтау үшін арналған. Осы жақта сақтауға болады және де ауыстыруға болады, иә. Сол үшін арналған спотовый деген. Спотовыйда егер ақшамыз тұрса, оны біз P2P арқылы шығарамаймыз. Міндетті түрде спотовыйдағы ақшаны пополнение өткізіп, пополнениеден барып шығарады екенбіз. Одан кейін ерін деген бар. Бұл жерде бұл как депозит секілді, бұны біз қатты қолданбаймыз, сондықтан керек емес деп ойлаймын. Одан кейін фьючерсы деген бар. Фьючерсыда біз мысалы торговать ету үшін біз осы жаққа міндетті түрде ақшамызды аударуымыз керек. Ал біз фьючерстан пайда тапқаннан кейін міндетті түрде ақшаны қайтадан шығару үшін перевод дегенді басамыз. Басып үстінде мысалға фьючерсы is futures астына спотовый кошелек емес, біз бұл жерге пополнение дегенді басамыз. Мына үстінде көріп тұрсыздар, басқаннан кейін астына пополнение деген шығады. Жалпы мына жерде осы жаңа спотовый кошелек болып тұрды. Мен үстінен басып, астында пополнение деген бөлімді тауып алып қойдым, яғни. Мына жерінен просто ауыстыра беруге болады. Жаңағыда фьючерс, пополнение деген сияқты. Мына жерде бізде USDT болып тұру керек, міндетті түрде. Так, қараңыздар, міне ауыстыратын болсам, міне сары кнопканы басып, пополнениеден фьючерсқа. Фьючерстан мен қазір пополнениеге ауыстырайын деп жатырмын, сіздерге көрсін. То есть менде қазір, например, $200 пайда болған болса, осыны P2P арқылы шығарғым келсе, фьючерстан астына пополнение USDT $200 деймін, жазамда подтвердить перевод деп жібере салам. Получается, уже 1 секундта без комиссия менде уже келіп түсті, $249 болды, иә. Яғни менде пополнение тұр. Маған жоқ, егер сіздер енді басында ақша салған кезде пополнение тұрады, иә. Сіздер фьючерсқа салып торговать етулеріңіз керек. Ол үшін тоже самый перевод дегенді басасыздар. Бұл жерде наоборот, үстінде P2P, астында фьючерсы болып тұру керек. Мына жерде USDT, сіздерде басқа бір монета көрініп тұру мүмкін, міндетті түрде үстінен басып, USDT деген үстін биткоин деп тұрса, немесе BNB деп тұрса, үстінен басып USDT-ны таңдап аласыздар осы жерден, міндетті түрде. Одан кейін max дегенді бассаңыздар болады. $249, например. Бәрі max деген ол 200. Болмаса үстіне там жазсаңыздар болады. 200 деген сияқты ше. Max пен басып жібере берейік, маған керек емес. Перевод, подтвердить перевод, окей. Менде уже пополнениеде ақша қалмады. Барлық ақша менде фьючерсыға өтіп кетті. Яғни фьючерсыда тұр. Болды. Осымен былайша айтқанда бізде барлығы дұрыс тұр деген сөз.